2002 жыл. Жас маман мектеп табалдырығын алғаш аттады. Жүрегінде үміт, көзінде от. Бір сынып, бір арман, бір үлкен жолдың басталуы. Сабақтарында жаңа технологиялық әдістер қолданды. Оқушы белсенділігі жоғары. Ізденісінде шек жоқ. Бірақ жаңалықты бәрі қабылдай бермейді. Бұл әдістер тиімді ме? Дәстүрлі тәсілден асатын не бар? Деген сұрақтар туындады. Күмән көп болды, бірақ ол мойымады. Жаңашыл ұстаз тоқтаған жоқ. Өз жолын, өз сенімін жалғастырды. Білімді, тәрбиелі ұрпақты тәрбиелеуді өмірлік мақсат етті. 2012 жылы білім беру саласында серпіліс басталды. Деңгейлік оқыту курстары мұғалімдерге жаңа дем берді. Мұғалима алдыңғы қатарда. Тәлім алушы да, тәлімгер де бола білді. Жаңашылдық тағы да сұрақ тудырды. Бұлай оқытудың қажеті бар ма? Қарсы көзқарастар, қиындықтар. Бірақ ол жолынан таймады. 2016 жылы жаңартылған оқыту бағдарламасы іске қосылды. Бұрын күмәнданғандар енді жаңашыл болуға мәжбүр. Уақыт бәрін өз орнына қойды. Цифрлы білім беру. Онлайн сабақтар. Қашықтан оқыту білім саласына енгізілді. Мұғалима тағы да алдыңғы топта болды. Осылайша білім саласы жаңа дәуірге қадам басты. Жасанды интеллект оқытудың серігіне айналды. Ал мұғалима тағы да бірінші үйренушілер қатарында болды. Өзі үшін оқып білім алды. Өйткені ол біледі, уақыт өте бәрі үйренеді. Жаңашыл болу батылдық. Жаңашыл болу ұстаздық. Ол ешқашан мойыған емес. 2002 жылдан басталған жол сан мың жүрекке апарды. Жаңашыл ұстаз, өзгеріс жасаушы тұлға. Бұл жол әлі жалғасуда, жалғаса да бермек.